Сәлем достар, бүгін сіздермен талқылайтын тақырыбымыз жұқпалы қауіпсіздік, жұқпалы бақылау, аурухана ішілік жұқпа. Осы жайлы айтатын боламын. Алдымен менің каналыма тіркеліп, жүрекшені басып, комментарий қалдырып, ұнап жатса, өздеріңіз белгілеп кетесіздер. Менің видеомды соңына дейін бақылаңыздар, өте қызық болады. Өз ойымды жеткізетін боламын осы тақырып жайлы. Жұқпалы қауіпсіздік және жұқпалы бақылаудың мақсаты аурухана ішіндегі осы жұқпалы аурулардың алдын алу болып табылады. Аурухана ішілік жұқпаға АЕЖ-нің науқас ауруханаға түсіп, осы емделуінің немесе көмек алғанның нәтижесінде жұқтырылған немесе ауруханаға қызметкерлерінің осы мекемесінде жұмыс істегенде ауру белгілерінің ауруханада жатқан кезде немесе жазылып шыққаннан кейін пайда болған, осы ауру пайда болғанына қарамастан клиникалық түрде айыруға болатын, яғни кез келген ауруларды жатқызады. ДДСУ Еуропалық бюросы 1979 жылы ұсынылған анықтама. Бұнда аурухана ішілік жұқпалардың, яғни басқа да атаулары бар. Госпитальдық, назокоминалдық және де осы АЕЖ-нің жататын аурулардың ішінде көпшілігі медициналық ем шараларымен байланысты болып келеді. Кешіріңіздер, айып етпеңіздер, мен тілім келмей жатыр. Және де АЕЖ-нің осы шамамен 85% іріңді септикалық инфекцияларды, ал 15% жіті инфекцияларды құрайды. АЕЖ-нің пайда болуына әкеліп соқтыратын осы факторлар: бірінші, ол ағзаға иммунитеттің төмендеуі, және де антибиотикке резистентті микроорганизм, осы ағзалар штамының таралуы жатқызамыз. Келесі, әлсіреген, қартайған осы науқастар санының артуы. Науқастар күтімі кезінде осы жұқпалы қауіпсіздік ережелерінің сақталмауынан болады. Сонымен осы инвазиялық ағза терінің бүтіндігін бұзатын емшаралардың көбеюі, емдеуді алдын алу, осы мекемелерінің шамадан тыс, яғни жүктелуін айтамыз. Осы құрал жабдықтардың ескерілуі және тағы басқасын жатқызамыз. Зардап шегуі қауіпті жоғары топтарды айтатын болсақ, олар науқастар, науқасқа келушілер, және де хирургиялық, урологиялық, реанимациялық және де гемодиализ бөлімшелеріндегі қан алу, осы жаңағы гемодиализ, қан алу, осындай түрлерін айтсақ болады. Әсіресе осыған байланысты қартайған адамдар мен балаларды жұқпалы, осы жұқтыруы қауіпті жоғары науқастарды жатқызсақ болады. Және де биологиялық сұйықтармен, осы ластанумен, яғни залалсыздандырудан алдындағы тазартылудың, яғни барлық кезеңдерін өткізуді қажет ететін осы көп қолданбалы құрамдарды пайдаланатын медицина болып табылады. Яғни оның қызметкерлеріне келетін болсақ, инфекциялық үрдіс. Оны түсінігін, яғни макро және микро ағзалардың өзара қарым-қатынасты әсерінен осы жұқпалы аурулардың жіті және созылмалы, осы жасырын және тасымалдаушы сияқты түрлі формаға пайда болуын айтамыз. Және де осы арқылы анықтауды айтамыз.
айжының қоздырғыштары. Айжы осы тудыратын микроағзалардың негізгі түрлері қызылша, дифтерия, қызамық және де басқа да балалар ауруларын айтсақ болады. Тағы басқа бауыр қабынуларын осы гепатиттер тудыратын патогенді микроағзалар және шартты патогенді микрофлора, осыларды айтсақ болады. Жұқпа қоздырғыштары жұқпа кезінде болады. Аурухана ішілік госпитальдік жұқпалардың сауытқоры болып табылады. Оларға жатқызатындар мыналар: қызметкерлердің қолы, науқастардың және қызметкерлердің несеп жыныс жүйесі, мұрын, көмей, тері, шаш, ауыз, осы қуыстарын жатқызсақ болады. Қоршаған ортамыз, қызметкерлер, осы ішек, шаң, су, осы азық, тағамдар, осылардың барлығы, құралдар, аспаптар, дәрілік заттар, осылардың бәрін жатқызсақ болады. Айжының өмір сүруіне қолайлы әсерлер. Медициналық мекемелерде қолайлы болып табылатын бұйымдар: резеңкеден жасалған катетер, дренаж, түтіктер, су және антисептиктер қолданатын осы аспаптарды дестиллятор және де ингалятор, осы ланизатор, тағы басқа жасанды осы тыныс инфаты құралдар, анараты, осы құралдар яғни арқылы өмір сүруге көмектесеміз. Адам ағзасында өмір сүруіне қолайлы болып табылатын жерлер, олар тері мен осы жұмсақ тіндерді айтамыз. Әсіресе осы шығару жолдары ауыз қуысы, яғни мұрын, жұтқыншақ, қынап, ішектерімізді айтамыз. Айжыға мысалы осы жататын аурулар, олар ауруханада ауру жұқтырған науқастарды айтамыз. Басқа да емдеу алдын алу мекемелерінде немесе осы жеке көмек алған жағдайда науқастарды айтамыз. Ауруханада, емханада, жедел жәрдем жағдайында және де басқа да бір емделіп жатқан науқастарды айтсақ болады. ЕАМ осы науқастарға көмек көрсету барысында ауру жұқтырған медицина қызметкерлері. Бұлар балалардың қызылша, дифтерия, қызамық, осы бөртпе, паротит және тағы басқа осы иек жұқпалары, сальмонеллез, амбиоз, тағы басқа осы қабыну жұқпаларын айтсақ болады. Айжының таралу механизмдері. Айжы осы таралуына байланысты негізгі рөл атқаратын аэрозольдық ауа тамшы тұрмыстық, яғни қатынастары, оның және артифициалдық осы механизм түрлеріне байланысты болып келеді. Оларға қан мен басқа да биологиялық сұйықтықтар мен осы жанасқан кезде адамның науқастарға және любой адамдарға жұғады. Айжының алдын алудың негізгі жалпы инфекциялары тізбегін жоюды айтатын болсақ, аурухана ішілік жұқпаларды тиімді бақылауды жүзеге асыру, жұқпалық бақылау жүргізу, инфекцияны оқшаулау көзі осы жұқпаның қоздырғыштарын жою, берілу жолдарын осы үзу, адам ағзасының иммунитетін жақсарту болып табылады. Санитарлық эпидемиологиялық қарсы режим СР денсаулық сақтау объектілерінде инфекциялық және паразиттік аурулардың осы таралуының алдын алу және оларды таратпау жөніндегі іс-шараларын кешені болып табылады. Айжының алдын алудағы қауіпсіздік және сақтандыру шаралары.
Ауруханаға қызметкерлерінде осы ауыстырылып тұратын жұмыс киімдерінің жиынтығын жатқызамыз. Халаттар, ауыстыратын аяқ киімдер, күнделікті яғни санитарлық киімдер ауыстыруда қамтамасыз ететін мөлшерде болуы тиіс. Ауруханалық жұқпалардың алдын алу. Бірінші, санитарлық эпидемиологиялық режимнің сақталуы. Екінші, науқастарды ауруханаға қабылдау режимінің сақталуы, педикулезге тексеру және анықталған осы кезде оны өңдеу, дене қызуының өлшеу, мұрнынан және жұтқыншақтан осы стафилококк сүртінді алу. Үшінші, жинастыру құралдарын осы жуып жинау, пайдалану, яғни зарарсыздандыру және олардың сақталуымен осы ДСТ бұйрығынан сәйкес өткізіледі. Төртінші, жұмыс киімін сақтау тәртібінің сақталуын айтамыз. Бесінші, бөлімшедегі осы науқастарды санитарлық өңдеуге және де 7 күнде бір рет іш киім ауыстыру керек. Алтыншы, лас іш киімдерін сақтау тәртібінің сақталуын қараймыз. Жетінші, ол күтім заттарын медициналық мақсаттағы осы бұйымдарды залалсыздандыру алдынан тазарту және де залалсыздандыру. Осы Қазақстан Республикасы ДСТ бұйрығын осы тармағына сәйкес санитарлық және ережелер мен осы нормаларды және нұсқаулықтарға сәйкес өткізіледі және де өткізілуі тиіс. Сегізінші, бұл жұқпалы аурулармен ауыратын науқастарды, яғни ішек инфекциясына, сүзекке, дифтерияға, вирустық осы гепатитке күдіктенгенде анықтаудың белсенді жүргізілуі, олармен осы қарым-қатынаста болған науқастарды қадағалау мерзімінің сақталуы керек. Тоғызыншы, ол тамақтану тәжірибесінің сақталуы. Осы үлестіретін буфеттің жабдықталуы, дайын тамақтың уақытылы үлестіруі, тамақ осы қалдықтарын уақытылы жинау мен және жою ыдыстарын, сүрткіштерді жинастыру. Осы құрамдарын жөндеу тәртібі және де олардың сақталуы, осы әкелген тамақтардың сақтау тәртібі болуы керек. Бүгінгі болса, бүгінгі номермен, күнімен, ретімен жазылу керек деген сияқты. Бөлімшеде, 10-шыға келетін болсақ, бөлімшеде кооперативтік және аса қауіпті осы жұқпалы аурулармен ауыратындар анықталған жағдайда медициналық қызметкерлер әрекетіне осы арналған жаднама, сызбалар, күдікті науқастар анықталған кеуде, яғни бірінші көмек көрсету, осы хабарландыру сызбалары, аса қауіпті инфекциялар бойынша жинақтар бар. 11-ші, емдеуді алдын алу мекемелерінде осы қалдықтарды жинау, сақтау және жою ережелері міндетті түрде сақталуы керек. Осымен осы сабағымыз аяқталды. Осы тақырып түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Мұқият тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.